Қалай ойлайсыз? Мына екі оқушының қайсысының оқу нәтижесі жоғары? 2008 жылы жарық көрген ғылыми мақаланың негізінде спортпен айналысқан оқушылардың математикалық және оқылым дағдылары жоғары болған. Дәл осындай нәтижені спортпен айналысқан ересектер де көрсеткен. Қосымша, спортпен айналысқан топтың лимбикалық жүйесіндегі anterior cingulate cortexтің мидың мына бөлігіндегі жұмыс сапасы артып, үйренушілердің сенсомоторикалық дағдылары мен танымдық қасиеттеріне тікелей әсер еткен. Нәтижесінде белсенді топтың қате жіберу деңгейі қозғалысы аз топтың нәтижесіне қарағанда төмен болған. Себебі денедегі қан айналымы секілді белсенділік барысында мидағы қан айналымы да арта бастайды. Бәрімізге қолжетімді, бірақ нәтижесі анау айтқан натроптардан да жоғары. Міне, оны дәлелдейтін тағы бір ғылыми зерттеу. Спортпен айналысқан адамдардың сөйлеу қабілеті мен жаңа тілді үйренудегі нәтижелері жоғары болады. Белсенді өмірді ұстанатын адамдардың телефонға деген тәуелділігі төмен келіп, орындаушылық қасиеті арта түседі. Біз аталған қасиетті сапалы ұйқының да арттыратын мына жерде айтқан болатынбыз. Енді осының қасына қозғалысты қоссақ, оқушылардың орындаушылық қасиеті қаншалықты артатынын өзіңіз елестетіп көріңіз. Бұл нағыз алғыр оқушылар оқитын сынып пен мектеп болмақ. Егер оқушылардың ұйқы сапасы жөнінде ойласаңыз, спорт оның да сапасын арттырады. Бұның барлығы оқушылардың қазіргі және алдағы уақытта қабылдайтын шешімдердің сапасын metacognitive awareness and venture арқылы әсер етеді. Ал оның өзі келесідегідей 8 бағыттан тұрады. Жаттанды ақпарат, ақпаратты бірнеше бағыттан көрсету, жаттанды ақпаратты қай кезде неге сипаттау керек екенін білу, ақпаратты саралау білу қасиеті, жоспарлау, оқыған мәтінді іштей түсіну, мәтіндегі қателерді өзіндегі бар білімнің негізінде табу және соңғысы баға беру немесе өзін-өзі бағалау артады. Енді Да Винчиге бір сәлем. Немесе спортпен айналысатын адамдардың бір затты бірнеше бағыттан көріп, оны интерпретациялауы артады. Себеп көңіл күйдің қалыпты болуы мен белгілі бір затты жасап көруге деген құштарлықтың артуында. Қорытындылай өтсек, спорт көңіл күйді жайландырып, жаңа заттарды жасап көруге ынталандырады. Осының арқасында оқушылардың оқу сапасы артып, зиянды тәуелділіктерден арыла бастайды. Бетсухаңыз Шварценеггердікіндей, миыңыз Эйнштейндікіндей болсын десеңіз, бұл сізге арналған ең мықты тегін натроп. Қолданыңыз, аман болыңыз.